Selam aleykum dostlar. Bugün sizlerni studiyada men Janike ve dostum Elina karşılayımız. Herkesге hayırlı günler ve yaxshi keyifler tileymiz. Demek bugünkü yayınımızda meraklı faktlar ve bilgilerle zenginleştireceğiz. Ve elbette sizinle beraber acayip gezintiler yapacağız. Bilginiz gibi dostlar, biz evde oturmağa sevmeymiz. Onun için sizni bizge qo'shilmağa çağıramiz. Hazır olsanız birinci levhamız siz için. Bakamiz. Merhaba dostlar. Bugün men seyircilerimizin ricasını yerine getireceğim. Nasıl rica? Deysiniz mi? Men bugün desert yapmayacağım. Salat hazırlayacağım. Tadam! Haberimni beğendiniz mi? Öyle olsa başlayalım. Salatımız için bizge hıyar, sosiska, biraz mısır buğday, kaymak ve mana böyle savuçuk gerek olacak. Neden başlasam iken? Yaxşı, aydı hıyar ve sosiskamızı doğrayıq. Endi ise hıyar ve sosiskaga mısır buğdayını qo'shamiz. Mısır buğday tatlıcık. Azıcık tuzlaymiz. Elbette böyle salataga mayonez de qo'ymaga mumkin. Ama men qaymoqni da sağlıklı deb sayam. Ve elbette her şeyini karıştıramiz. Salatni mana böyle dilber savuçukka qo'yamiz. Salatımız dilber ve lezzetli oldu. Dostlar, aşınız tatlı olsun. Görüşkence. Elina, men yaqinlarda yarımadamız hakkında bir meraklı malumat okudum ve onunla paylaşmağa isteyim. Ben razım Janike, sabırsızlıkla bekleyeyim. Hatırlaysın mı? Bir haç yayın devamında biz dağlar hakkında laf etken edik. Evet, pek meraklı malumat öğrendik. Bugün ise men o dağlar arasında yerleşken göller hakkında laf etmege teklif ettim. Yaxşı mevzu, men meselada bir kaç vaqt verse böyle göller haqda bir şey bilmedim. Öyle olsa kel bilgilerimizni çoğlaştırayıq, ama başta rubrikamızı bakayıq. Веселый, прям никогда не ругаться, прям никогда не спорить, прям кто лучше. И
И надо уметь проигрывать. Хороший друг должен быть хорошим и взаимным. Он должен быть, чтобы он с девчонками играл, веселился, дарил цветы. Хороший друг должен никогда не обманывать. Лучший друг – это значит веселый, чтобы он ничего секреты не сдавал другим и не рассказывал. Надежным, верным. Он должен помочь в беде. Очень добрым, смелым и правильным, поступным. Хорошим, веселым. Все говоришь, и он исполняет, там, играет в жмурки, в прятки. Лучший друг должен быть добрый, который всегда поможет тебе, в беде там. Или если ты там будешь падать, он тебе поможет встать. Лучший друг должен быть хорошим и воспитанным. Лучший друг должен быть добрым, послушным и никогда не оставлять в беде. Женеке, сен біледіңмі, башталары дақларда гөлдер чоқча олған, шымды есе бір қаждане қалған. Мен бұны оқыған едім, амма қалған сойлары да пек дүлбер. Мен бұнда еменім, ве әркезіні ойырлеріні зиярет етмеге чағырам. Яқшы фікір, ләкин анда бармаға баяғы қиын олачақ. Мен білесем кезмеге чевген балачықларыны бұл тоқтатмас. Оле олса мен бірінші оларақ миллион гол ақында тариф етейім. Миллион гол? Мана бұл аттан үштігіл. Кел сені оқта левхамыздан сон айтарсың. Қырым гөллері ақында мираклы фактлар. Қырымда 300-ден зияде гөл бар. Гөллерінің чоқысы тұзлы. Тұзсыз гөллер ise Қырымдағыларында яйлалар төпесінде ерлеші. Сасық Сиваш Қырымның ең балабан гөлі. О, Кезлек тарафларында ерлеші. Доңызлав Қырымның ең терен гөлі. Оның теренлігі 27 метр. Қояш ве Сасық Сиваш уникаль гөллер. Sıcak келгенінен олар өз реңгіні пемпе түске деңіштерелер. Бұ да оларның içindeki сув өсімліктерінен бағлы. Карьер гөлі ise балықлавада ерлеші ве өз güzellігінен айрылып тұра. Оның уникальлігі о юрек шәкілінде. Демек, миллион гөл, оны Қырымның ең дүлбер гөлерінден бірі деп саялар. О қайда ерлеші? Алыштаға яқын төпелікте, оның сұву фирузе түсте екен. Демек, керчектен дүлбердір. Оны илледі барып көрмек керек. Миллион гөлі дақ чұқрақларынан тола, оның үшін бөле сұву қола. Acaba, онда юнмаға чөре бар екен ма? Мен білесем, бұны язда сынап бақмаға мүмкін. Шымды есе, небетекі рубрикамыз. Селам алейкум, эфирде хаберчиклер рубрикасы. Студияда мен Эльмас ве кардашым Айша çalışамыз. Бүгінгі күнде чоқысы балачықлар конфетлерінің адлары насыл пейда ола деп мерақланалар. Әлбетте конфетлерге адларыны кім бере екен? Чоқысы вақыт бұ адларыны конфет ясылған адамлар уйдыра екенлер. Сонысы бұ адлар мақсус комиссиядан кечіп таздықлана екен. Ең мерақлысы шунда ки башта конфетнің адыны сонысы өзіні уйдыра екенлер. Сөз келеми бойлы конфетлер арасында файдалы сойлары да бар екен. Алимлер қара шоколад чоқысы хасталықларыны огуне алап деп анықладылар. Бүгінге бұл хаберлерінің эпосы еді. Келечек яйларымызны қачырмаңыз. Женеке, сен біледің ме? Ялтаның төпесінде қара гөл ерлеші. Мен шымды бір мирақлы шайны анладым. Екі гөл дағларда ішінде ерлеші, амма түслері бамбашқа. Бет, анладың. Қара гөл деп, оның түсі қою реңкте олғаны үшін айтылған. Мирақлы бірінші фирузе түсте, екінші есе қап-қара. Ондан да башқа бұл гөлінің суы атты язда ішті қызма екен. Мен білесем, о дағларда ерлешкен. Оның үшін ойле ола.
Тахминин пек мераклы Женеке, ләкин шымды бізім балдан татытылым рубрикасының вақыты келді. Бақамыз. Венин башлай, ватан будем, ватанымны мен пек севем. Венин башлай, баба, бала, сақлық берсін, бізге Аллах. Ахмешжеттен алушта сынарында есе дағлар арасында да бір гол бар. Я оның насыл мераклы тарафы бар. Бұл гол язда құру екен. Ажиба, не үшін өйле екен? Анды чоқрақлардан сув келмеймі? Йоқ, о чоқрақлардан тола, амма пек сайчық. Оның язлық суву йоқ ола. Хатырладым, мен бұл голақта ешіткен едім. Ешіткендірсін, анда пек чоқ экскурсиялар бара. Бізде есе лұғатчық рубрикамыз ола. Менің күчік достарым, Лугачек рубрикасында сізлерні селямлайым ве біз ана тілімізді үйренмеге девам етеміз. Бүгін мен сізге бірқач яңы ибарелерні азырладым. Сіз азырсыңыз ма? О zaman башлайық. Бірлешкен біңні еқар. В единстве сила. Түкіні ятымына сыйпамақ, гладить по шорстке. Баш сыкынтысына аяқ чекер. Дурная голова ногам покоя не дает. Су в кормеден попуть чықармақ. Забегать вперед. Құлағына купе етіп тақмақ. Зарубить себя на носу. Ел 12 ай, 32 бейт. Опять 25. Деве минарике чыққанда, когда рак на горе свистнет. Борено аңғанже чоқмарыңны азыр тут. Легок на помине. Аталар сөзлері біздің тіліміздің байлығыдыр. Оларны не қадар чоқ білсек, о қадар бізге ярашыр. Мен балачықлар сізлерінен сағлықлашам. Лугачек рубрикамыздан айрылмаңыз, ве ана тілімізді гүзел біліңіз. Женеке, біз бүгін бір қач голақта айтық, ама не қадар чоқ малюмат олды. Эбет, чүнки чевре табиатымыз пек мирақлы ве дүлбер. Мен білесем бізге бөйле мевзуларымызны девам етмек керек. Яқшы теклиф, ама сүбеттен сон бұ ерлеріні зиярет етмеге керек. Ойле олса, біз бар кезінтілеріне азырланайық. Эм кезінтілерге, эм де нефбеттеки яйынларға азырланамыз. Серджілеріміз нені сез сағылқлашамыз. Көрішкенже!